Қазақ тілі жойылуы мүмкін. Сенбесеңіз көрін. Өткен ғасырдың 25-ші жылдары біздің ата-әжелеріміз толыққанды қазақ тілінде ойлап, толыққанды қазақ тілінде сөйлейтін еді. Одан кейінгі кеңес одағы дәуірінде біздің әке-шешелеріміз күнделікті өмірде кейбір орыс тілінің кірме сөздерін қолданып сөйлеуді әдетке айналдырған еді, алайда орыс тілінің ықпалы өте аз еді. Одан кейінгі тәуелсіздік алғанға дейінгі уақытта біздің орта буын аға-апаларымыз күнделікті өмірде аралас тілде сөйлесті. 50% қазақ тілінде, 50% орыс тілінде. Бұның басты себептерінің бірі кеңес одағында орыс тілінің мәртебесі жоғары еді. Одан кейінгі тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақытта және жаңа ғасырда біздің жасөспірім жеткіншектер түрлі онлайн платформалар болсын, түрлі әлеуметтік желілер болсын, өздерінің ойларын орыс тілінде жеткізуде. Бұның басты себептерінің бірі сол жылдары қазақ тілінің контентінің өте аз болуы. Және осы жасөспірімдерден кейінгі тарайтын жас ұрпақ біздің қазақ тілін білмеуі мүмкін. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, тіліміздің ұмытылуы ұлтымыздың ұмытылуына себеп болуы мүмкін. Тілімізді барынша насихаттап құрметтейік ағайын.